Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 4 және 5 беттегі тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Кеттік. Starter. Asking about names. Есімдерді атау. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Ask and answer as in the example. Айт және жауап бер, төмендегі көрсетілген үлгіге қарай отырып. First, біріншісі, Сәуле Есупова. What is your name? Сенің есімің кім? Сәуле. And your surname? Сенің фамилияң қандай? Есупова. How do you spell it? Оны қалай айтасың? Y, U, double S, U, P, O, V, A. Осы сияқты етіп, басқа есімдерге де мысал келтіреміз. Second, екіншісі, Steven Jones. What is your name? Сенің есімің кім? Steven. And your surname? Сенің фамилияң қандай? Jones. How do you spell it? Оны қалай айтасың? J, O, N, E, S. Оқушылар осы сияқты етіп, басқада есімдерді өздерің жасай аласыңдар. Келесі, numbers, сандар. Exercise 2, екінші жаттығу. Listen and repeat. What are these numbers in your language? Тыңда және қайтала. Мына сандар сенің тілінде қалай айтылады? Менімен бірге қайталаңдар. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Енді жанында тұрған суретке қараймыз. Count the candies. Шамдарды сана деп жазып қойыпты. Және бұл жерде сұрақ. How old is Sophie? Софияның жасы нешеде деп сұрап тұр сендерден. Бұл жерде суретте көрсетілгендей. София 12 жаста. Жауабымыз Sophie is 12 years old. Келесі. Asking about address and telephone numbers. Мекен-жай және телефон нөмірлерді сұрау. Exercise 3. Үшінші жаттығуымыз. Ask and answer as in the example. Айт және жауап бер, төменде көрсетілген үлгіге қарай отырып. First, біріншісі. 21st, Достық Avenue. 21-ші, Достық даңғылы. What is your address? Сенің мекен-жайың қандай? 21st, Достық Avenue. 21-ші, Достық даңғылы. How do you spell it? Сен оны қалай айтасың? D, O, S, T, Y, K. What is your phone number? Сенің телефон номерің қандай? 8, 2, 6, 5, 5, 8, 2, 7, 8. Енді келесі адреске мысал жазып көрейік. Second, екіншісі. 16th Abay Avenue. What is your address? 16th Abay Avenue. 16-шы Абай даңғылы. How do you spell it? Сен оны қалай айтасың? A, B, A, I. What is your phone number? Сенің телефон номерің қандай? 82294
4 3 1 8. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 4 төртінші жаттығу. Listen and repeat. What are these numbers in your language? Тыңда және қайтала. Мына сандар сенің тіліңде қалай айталады? 21 21, 22 22, 23 23, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100, 1000 1000. Келесі тапсырмаға көшеміз, оқушылар. Exercise 5 бесінші жаттығу. Counting chain. Count from 1 to 100. Бұл тапсырмада санау берілген. Сендерге бірден 100-ге дейін ағылшын тілінде санау қажет. Видео басында сендермен 20-ға дейін санап көрдік. Енді ары қарай санаймыз. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25. Осы сияқты ары қарай 100-ге дейін санап шығасыңдар. Келесі тапсырма бізде asking about age. Жасымыз туралы айту қажет. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Ask and answer as in the example. Төмендегі мысалға қараймыз. Айт және осы мысалдағыдай етіп жауап бер деген сендерге. Мысалы, What is your name? Сенің есімің кім? My name is Helen. Менің есімім Helen. How old are you? Сенің жасың нешеде? I am 70 years old. Менің жасым 17-де. Енді өзіміз басқа есімдерге мысал келтіріп көрейік. Мысалы, Сәулені алатын болсақ, What is your name? Сенің есімің кім? My name is Сәуле. Менің есімім Сәуле. How old are you? Жасың қаншада? I am 14 years old. Менің жасым 14-те. Енді келесі есімге мысал келтірейік. Мысалы, What is your name? My name is Marco. Менің есімім Марко. How old are you? Жасың қаншада? I'm 20 years old. Менің жасым 20-да. Ал енді төменге қарайық. Белгілілік және белгісіздік артикльдері берілген. және n, the артикльдері. Бірге оқып шығайық. We use a before words that start with a consonant sound. A book, a pencil. Біз артиклін дауыссыз әріптен басталған сөздердің алдына қоямыз. Мысалы, a book, кітап, a pencil, қалам. We use n before words that start with vowel sound. An apple, an eraser. Біз n артиклін дауысты дыбыспен басталған сөздердің алдына қоямыз. Мысалы, a әріпімен басталып тұр, apple деген сөзіміз, сол себепті n артиклі қойылады. An apple, an eraser. Алма және өшіргіш. We use a, n for something we mention for the first time. We use for something we have already mentioned. Біз және n артикльдерін бір зат туралы алғаш рет айтқан кезде қолданамыз, ал the артиклін тура сол зат туралы тағы да екінші рет қайталап айтып жатқан кезде, уже ол зат белгілі болған жағдайда the артиклін қолданамыз. Мысалы, this is a book. Мынау кітап. The book is Anna's. Кітап Аннанікі. Екінші сөйлемде тура сол кітапты айтып тұрмыз. Сол кітап Аннанікі екенін айтып тұр, сол себепті the артиклін қолданамыз. Exercise 7, жетінші жаттығу. Fill in a or n. Төменге немесе n артикльдерін дұрыс орналастыруымыз қажет. Кеттік. A notebook, a book, a ruler, a pencil sharpener, a pencil case, a school bag, an atlas, an eraser. Міне оқушылар, бүгін сендермен 4-ші және 5-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындап шықтық.
Видео түсінікті болды деген ойдамын. Егер сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен, сыныптастарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар.